Ассалаумағалейкум, ой түрткінің көрермендері, армысыздар, барлықтарыңызға қайырлы таң. Бүгін 11 наурыз сәрсенбі, тақырып тағы да Украина соғысы жайында. ақш пен Израилдің Иранға жасаған шабуылынан кейін 4 жылдан астам уақыт жалғасып жатқан Ресей-Украина соғысы екінші орынға сырылып қалғандай, әйткенмен Украина даласындағы қанды шайқас әлі де жалғасып жатыр. Ең маңыздысы, соңғы күндері Украина қарулы күштері қарсы шабуылға шығып, қарымта шабуылдар ұйымдастырып, кейбір өңірлерді азат етіп жатқандығы жайлы ақпараттар тарап жатыр. Атап айтқанда, Украина қарулы күштері Днепропетровск облысының аумағын толықтай дерлік азат етті деп хабарлады Украина бас штабы. Украина бас штабының бас жедел басқармасының бастығы Александр Карманконың айтуынша, Украин күштері шабуыл операциясы барысында 400 шаршы шақырымнан астам аумақты азат еткен. Ол Днепропетровск облысының барлығы дерлік босатылғанын атап өтті. Енді тек 3 елді мекенді бақылауға алу және тағы екеуін тазарту жұмыстары жүріп жатыр, деді ол. Ресей күштері жалпы осы Днепр облысының әкімшілік шекарасында буферлік аймақ құру үшін көп жанталасты, бірақ ақыры дегеніне жете алмады. Есесіне 10 наурызда Украина қорғаныс күштері Днепр облысының бүкіл аумағынан дерлік ресейлік күштерді түре қуып шыққаны мәлім болды. Карманко Украина әскерлерінің Александровск секторындағы Запорожье және Днепр облыстарының түйіскен жеріндегі әскери операцияны шабуыл ретінде сипаттады. Ол осы жылдың ақпан айының басында басталған. Жорыққа әуе шабуыл әскерлері мен шторм күштері қатысқан. Оларға осы секторды қорғайтын механикаландырылған бригадалар қолдау көрсеткен. Ресей күштерінің Днепр облысында Путин жиі айтатын буферлік аймақ құру үшін шабуыл бастағанына сенімді екенін айта келіп, ол 2026 жылғы көктемгі науқан кезінде Ресей күштерінің Александровск, Покровск және Запорожье бағыттарына басымдық беруді жалғастырды. Алайда Украина қарулы күштері оларға ерлікпен қарсы тұрып, енді міне түре кері шегіндіріп жатыр деп мәлімдеді. Айта кетейік, Александровск секторындағы шабуылмен қатар орыс әскерлері Запорожье облысындағы Гуляйпол қаласының маңында да шабуыл жасауға ұмтылған. Сонымен қатар Харьков облысының тылына жетуге де тырысқан. Наурыз айында Гуляйполге жақын жердегі тағы бір елді мекенде де Ресей әскерлері төбе көрсете бастаған. Яғни Ресей әскері бірнеше бағыт бойынша алға ілгерілеуге тырысқанымен, мұның соңы жеңіліске ұласып, соңында кейбір аймақтарды тастап шығып кері шегінуге мәжбүр болған. Тағы бір айта кететін маңызды жаңалық, соңғы кездері Путин мен Шойгудың арасы да нашарлап кетті деген ақпараттарды кейбір басылымдар жазып жатыр. Осыған байланысты Кремль Шойгудың Путинге қарсы бүлік ұйымдастыру қаупінен сақтанып, Мәскеудің орталығында интернетті бұғаттады деген ақпараттар тарап жатыр. Жалпы Кремль бұрынғы қорғаныс министрі Сергей Шойгу тобының билікке қарсы дүрбелең тудыру қатерінен қорқып, оның ең жақын серіктестерін қамауға алғаны жайлы да ақпарат тараған болатын. Шойгу да кезіндегі Пригожин сияқты, яғни Вагнерлер сияқты бүлік жасауы мүмкін деп қазіргі Кремль қауіптеніп отырған көрінеді. Сосында Шойгудың төңірегіндегі кейбір шенді шекпенділер біртіндеп тұтқындала бастаған. Ендігі кезек Шойгуға келді. Алдағы аптада ол тұтқындалуы мүмкін деген ақпаратта тарап жатқан еді. Міне осындай жағдай астында Мәскеудегі интернет бұғатталғаны да мәлім болды. Егер ақпарат шынымен де расталатын болса, онда Ресей билігінің ішіндегі қырқыстың да күшейе түскенінің нақты бір мысалы болғалы тұр. Тағы бір айта кететін маңызды жаңалық, кешеден бері батыстың ақпарат құралдары Украина Брянскідегі зауытқа Storm Shadow зымырандарымен соққы жасаған. Кремний әл зауыты Ресейдің зымыран өндірісінде аса маңызды рол ойнайтын зауыт еді. Украина қарулы күштері осы зауытқа Storm Shadow мен соққы жасап, зауыттың күлін көкке ұшырды деп жатыр. Кейбір деректерде бұл шабуылда Украина қарулы күштері өзі зерттеп жасаған Нептун зымырандарында қолданды деген ақпаратта айтылады. Жалпы зауытқа қарсы соққы жасау сәтін Украинаның рейд дрондар бөлімшесі тікелей бақылап отырған. Олар шабуылдың нақты видеосында жариялаған көрінеді.
сол деректерге қарағанда зауытқа кемі 6 зымыран тиген. Ақпарат көздері біраз адамның жараланғанын айтқан еді. Ресейлік блогерлер Брянскіге жасалған соққыдан кемі 6 адам қаза тауып, 37 адам жараланғанын, Ресейдің әуе қорғаныс жүйесі бірде-бір зымыранды қағып түсіре алмағанын жарыса жазып жатыр. Украина президенті Зеленский болса, аталған зауытта зымыран жүйелерін басқару құрылғылары шығарылатынын, Украина барлаушылары осы зауытты ұзақ уақыт бақылағаннан кейін барып, зауытқа тіке соққы жасау жөнінде шешім қабылданғанын мәлімдеді. Жалпы ресейлік ақпарат көздері соңғы апталарда Украин жасақтары басып алынған аймақтарға, сонымен бірге Курск, Белград, Брянск аумақтарына жаппай дрондармен шабуыл жасап, логистиканы қиындатып жатқанын айтуда. Үлкен дрондар кіші бірнеше дронды алып ұшып тиісті аумаққа жеткізіп жатқанын, іле-шала кіші дрондар жүк тасыған әскери көліктерге шабуыл жасап жатқанын жазады. Кейде көлік жанып кетеді, кей жағдайда сарбаздар ауыр жарақат алады, көз жұмады. Әсіресе басып алынған аймақтарда күніне жүздеген шабуыл жасалуда деп жазады Ресейдің ақпарат құралдары. Украина қарулы күштері соңғы кездері өздері зерттеп жасаған ұшқышсыз ұшақ және зымырандармен шабуылды үдете түсті. Қазірге дейін Украина қарулы күштері Майдан даласында қолданып жатқан қару-жарақтың 50%-ын Украина елі өз өндіретін деңгейге жетті. Соғыс басталған кезде бұл көрсеткіш 10%-ға да жетпейтін. Міне 4 жыл соғысып жүріп, Украина қарулы күштері өзі пайдаланатын қару-жарақты өз елінде өндіріп, өзі пайдаланатын деңгейге жетті. Бұл алдағы уақытта батыстың қолдауы болмаса да, Ресеймен қоян қолтық алысып шыдайтынынан дерек береді. Әрине, Украина қазір өзінің қару-жарақ өндірісін тіпті де арттыра түсуге бар күшін салып жатыр. Әсіресе Украинаның зерттеп жасаған антидрондары, яғни дронға қарсы қолданылатын дрондары қазір батыстың қызығушылығын туындатып отыр. Әсіресе Иран мен ақш, Израиль арасындағы қақтығыс басталғалы, Иранның таяу шығыстағы араб елдеріне үсті-үстіне соққы жасауы, оларды тосып алу үшін батыс және араб елдері қыруар қаржы жұмсап жатуына байланысты Украинаның арзан дрондарына болған қызығушылық арта түскен. Өйткені Украинаның антидрондарының жасалу құны төмен, тез жасалады. Ал ақш, Израиль бастаған елдердің әуе шабуылынан қорғану жүйелері, атып жатқан зымырандардың өзі Украина дрондарымен салыстырғанда неше есе қымбат. Яғни Украинаның дрондары бірнеше мың доллар болса, ақш қолданып жатқан зымырандар бірнеше миллион доллар тұрады дейді сарапшылар. Сосында таяу шығыстағы елдер енді Украинадан осы антидрондарды сатып алу жағында қарастырып жатыр. Бұл өз кезегінде Украинаның қару-жарақ сатып та елінің қаржы қорын толтыруына үлкен мүмкіндік береді деген сөз. Тағы бір айта кететін мәселе, қазір Украина мен Ресей арасындағы келіссөзде тығырыққа тіреліп тұр. Дегенмен алдағы аптада тағы бір келіссөз өтуі мүмкін. Осы келіссөз қарсаңында Украина президенті Зеленский мәлімдеме жасады. Атап айтқанда, ол мәлімдемесінде территория мәселесін президенттердің жүзбе-жүз кездесуінсіз шешу мүмкін емес деп мәлімдеді. Украина президенті келесі аптада өтуі мүмкін бейбітшілік жөнінде кезекті үшжақты кездесуде әскери тұтқындарды алмасу мен лидерлердің кездесуі талқыланатынын айтты. Себебі осы жоспар бойынша әрі қарай, әсіресе территория тақырыбына қатысты мәселелерде лидерлердің деңгейінсіз нәтиже болады деп есептемеймін, деді Украина президенті Зеленский. Жақында халықаралық стратегиялық зерттеулер институты әлемдегі әскери күш салыстырмас жөнінде өздерінің болжамын жариялаған екен. Осы болжам бойынша, яғни жеке құрам саны бойынша армиялар рейтингінде Қытай 2 миллионнан астам әскермен бірінші орында тұрса, Үндістан 1,5 миллион әскермен, ақш 1 миллион 340 мың әскермен үшінші орында тұр. Солтүстік Корея 1 миллион 280 мың әскермен төртінші орынға жайғасса, Ресей өзінің әлемдегі екінші армиясымен 5-ші орынға төмендеген. Яғни Ресейде 1 миллион 260 мың әскері бар екені көрсетілген, ал Украина 677 мың әскерімен 6-ші орынға көтерілген. Әрине, бұл да соғыс барысында шыңдалған Украинаның әскери қуатының арта түскенін көрсетеді. Соғыс басталған кезде Украинада небәрі 200 мыңға жетпейтін әскер болған. Ал қазір Украина елі бойынша жалпы 1 миллион адам қолына қару алып соғысып жатыр.
Тағы бір айта кететін маңызды жаңалық, Украина инженерлері Мәскеудегі нысаналарды жоя алатын баллистикалық зымыран жасап жатыр деген ақпарат тарауда. Бұл жаңа зымыран FP9 зымыраны жоғары жылдамдығының арқасында әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелерінен оңай өте алады. Яғни зымыранның жылдамдығы сағатына 1200 шақырымды құрайды, ал ресейлік Искандердің жылдамдығы шамамен 800 шақырым екенін ескерсек, Украинаның зерттеп жасаған бұл зымыраны Искандерден әлдеқайда тез болып тұр. Егер Украина жуық арада осы зымырандарды сәтті жасап қолданысқа беретін болса, онда Украина алдағы уақытта шабуылдың көлемін тіпті де кеңейте түсетіні анық. Тағы бір айта кететін маңызды жаңалық, Ирандағы жағдай ушыққаннан кейін Трамп пен Путин телефон арқылы сөйлескен. Сөйлесу барысында екі ел басшылары Ирандағы жағдай мен Украина соғысын талқылаған. Трамптың мәліметінше, біз соғыс мәселесін талқыладық. Путин Ирандағы мәселені реттеуге көмектескісі келетінін айтты. Мен оған, сенің бізге жасаған ең үлкен көмегің Украинадағы соғысты тоқтатсаң болды деген талап айттым деп мәлімдеді. Ал Ресей президенті көмекшісі Ушаковтың айтуынша, әңгімелесу барысында негізгі назар Иран төңірегіндегі қақтығысқа және Украинадағы ахуалды реттеу жөніндегі келіссөздерге аударылған. Лидерлер Ирандағы жағдай бойынша мазмұнды және пайдалы пікір алмасқан. Путин Ирандағы қақтығысты тезірек саяси дипломатиялық жолмен реттеуге бағытталған бірқатар ұсыныстарын білдірген. Путин Украинадағы қақтығысты шешудегі ақш-тың және жеке Трамптың арағайындық күш-жігеріне оң баға бергенін айтты. Трамп пен Путиннің бұл сөйлесуі биылғы жылғы алғаш рет сөйлесуі саналады. 2025 жылы Путин мен Трамп 4-5 рет сөйлескенімен, бұл сөйлесуден маңызды нәтиже шыға қойған жоқ болатын. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.